Сәлем достар, бүгінгі видео eSurvey E300 Pro GNSS қабылдағышымен далада жұмыс істеу туралы болады. Бұл GNSS қабылдағышты тест-драйв жасауға 2 күнге алғанмын. Оның жұмыс істеу қабілетін геодезиядағы басты 3 жұмыс түрі бойынша тексердім. Олар съемка, разбивка және статика. Съемкаға келетін болсақ, ең бірінші жұмыс бастамас бұрын контроллерден проект ашу керек. Содан кейін RTK режиміне қосылу керек. Бұл RTK режиміне қосылу процесі контроллерде автоматты түрде настройка жасалған. Қабылдағыш пен контроллер байланыс орнатқаннан кейін RTK-ға өзі қосылады. Кейін фикс ұстаған сәттен бастап съемка жасадым. Мысал ретінде бірнеше ситуацияларды түсірдім. Ең бірінші ситуация ол башын экранның фундаменті. Сол фундаменттің 4 бұрышын түсіріп алдым. Келесі ситуация котлованға түсетін еңісі жолды түсірдім, және котлованның откостары түсірілді. Біраз съемка жасап алдық. Енді қабылдағышта бар инерциалды жүйенің немесе инерциалканың жұмысын тексеріп көрейік. Инерциалды жүйе жұмыс жасау үшін алдымен калибровка жасау керек. Осылай ары-бері бұрып, фикс кезінде ары-бері осылай бұру керек. Сосын веханың суреті бар значок жасыл түске айналады. Содан кейін съемка жасай беруге болады. Бірінші веханы тік ұстап тұрып съемка жасап алдым. Содан кейін сәл 10 градусқа қисық ұстап тұрып съемка жасадым. Одан кейін ары қарай тағы 40 градусқа қисық ұстап съемка жасап алдым. Нәтижелері мынандай болып шықты. Қарап отырсақ, планда бізде қатты өзгеріс жоқ. 1-2 сантиметрдің шамасында. Тек көп қисық болған сайын ол высотадан қатені көп жібереді. Содан кейін инерциалканы қолданатын мысалдарды көрсеткім келді. Мысалы, мына жерде жер асты өтіп жатқан құбырлардың съемкасы. Осындай кезде уровеньға қойылмайтын кезде өте таптырмайтын функция. Мына жерде ешқандай уровень ұстап тұрған жоқпын. Қисық түрінде съемка жасап алдым. Келесі мысал құрылыс алаңындағы темір қоршаулар. Мысалы, бұрышына біз дәл веханы ұстай алмаймыз, сондықтан да астыңғы ұшын қисық қойып, сонымен де съемка жасауға болады.
және де дәл осылай үйдің бұрышында түсіруге болады. Кез келген GNSS қабылдағыш жұмыс істеу үшін аспан ашық болу керек. Спутниктер дұрыс көрінбеген кездерде, кедергілер болған кезде фикс жоғалады. Кей кезде инерциалканың калибровкасы өте ұзақ жасалады, немесе мүлде жасалмай қалатын кездер болады. Съемка жасап болғаннан кейін статика режиміне қойып нүктенің координатасын өлшеп алдым. Статикадағы нүктені контроль жасау үшін RTK мен бірнеше рет түсіріп алдым. Кейін статиканың деректерін өңдеп, нүктенің координатасын есептеген кезде салыстыру үшін керекті ақпараттар. GNSS қабылдағышты статика режимінде іске қосқан кезде оның деректері қабылдағыштың өз жадысында сақталады. Кейін статика біткеннен кейін компьютерге Wi-Fi мен қосылу арқылы оны жазып алуға болады, ол деректерді. Статикаға жіберу процесі өте қиын емес, жеңіл. Нүктенің атын жазу керек. Антеннаның высотасын өлшеп, соны жазу керек. Ең басты ақпараттардың бірі. Келесі метод измерения антенны. Бұл жерде наклонная высота от измерительной линии болады. Сохранить и применить басқан кезде статика жіберіледі. Болды, енді қанша уақыт керек, сонша күту керекте, стопқа басу керек кейін. Келесі күні разбивка жасалды. Мысал ретінде бір секцияның сыбайларының координаталарын контроллерге енгізіп алып разбивка істедім. Бұл кезде ешқандай фикс жоғалмай тоқтаусыз жақсы жұмыс болды. Осындай сыбайларды GNSS қабылдағышпен разбивка берген өте керемет. Тахиометрге қарағанда 2-3 есе тез жұмыс істеуге болады, және де жұмыс сапалы түрде жүреді. Сонымен E-Survey E300 Pro GNSS қабылдағышымен барлық геодезиялық жұмыстарды істей беруге болады. Контроллердегі бағдарламасы да түсінікті. Кішігірім кемшіліктері болғанымен олар қабылдағыштың жұмысына өте қатты әсерін тигізбейді. Басқа да бренд қабылдағыштар істейтін жұмысты бұл да істей алады. Осы видеоны көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.